еліміздің ата заң қабылданған күні. Сондықтан біріншіден баршаңызды осы мерекеменен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Осыдан дәл 13 жыл бұрын Қазақстан халқы өз еркіменен саналы шешімге келген. Халықтық референдумда біздің негізгі заңымыз, ата заңымыз Конституция қабылданды. Конституция дегеніміз ол әр адамның құқығының тірегі. Қазіргі заманда әр адам баласы, әр ұйым болсын, бір-бірімен қарым-қатынасты тек қана заңды түрде жүзеге асыру керек. Дүниеде біреу мықты болады, біреу күшті болады. Бірақ та дүниеге келгеннен кейін әр адам баласының құқығы бірдей. Ал енді сол құқықты қорғау үшін ең бірінші негізгі заңымыз ол біздің ата. Қайыспай көтеріп қайрат жігерін жан етсетін қасиетті жұртшылық аман болсын. Осы біздің ата заңның шапағатының арқасында Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру мемлекеттік саясаттың басты мақсаты болғандықтан Алматы қаласында жүріп өтілді. Жаңа құрылған Алатау ауданында ынтымақ пен бірлік болсын, молшылық болсын. Аумин. Алас, 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 жаңадан қалас. Алас, 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 алас. Дамыған, нағыз шырқаған кезде деді ғой президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы, мақтансын бүгін, мақтансын қазақ елі. Мақтанамыз, біз де тағы да мақтанамыз, қазақстандықтар. Теңдікпен еркіндікке қолы жеткен, ата заң Конституция кепілдік берген. Достығымыз, бірлігіміз мықты қойны қайрат тұрсын. Отанымыздың ыстық қойны ашық тұрса, Құдай берген байлығымыз асып тұрса, көк байрақ аспанда мәңгі қанатын қағып тұрса, дұшпанға жол бермес қырағы болса, халқымыздың тыныштық бақсы болар болашақта. Осымен сенің рахмет.